Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Данил Карпюк қандай ғаламат соққы жасаған, бірақ бұл Феликс Индионың өте оңай олжасына айналды. Ал бұл тұста гол соғылды және есеп ашылды. Жетісу командасы гол соқты. Керемет шабуыл. Нұрсұлтан Танатұлы гол соқты. Өте әдемі ұйымдасқан шабуыл еді. Жетісу командасының жылдам қарымта мүмкіндігі, ұмтылысы голға алып келді. Нұрсұлтан Танатұлы Семей сапында ойнаған. Жас аяқ доп шебері 23 жаста. Жетісудың Хади Ахмади. Қателік және бұл гол есепке алына екен. Дәл солай. Міне. Соңына дейін ойнау керек деген дәл осындай тұста айтылса керек, өйткені қонақтар бірінші тайм бітті деп ойлап мүлде ойнамай қойды. Ал Жетісу ойыншысы Бақтияров Нұрғанат болса қысым көрсетіп допты тартып алып соққы жасады. Мади өкшемен ғаламат пас берді әрпесіне. Бұрханов қателік және Алекс Тейшера. Қақпа бос қалған сәт, есеп 3-0. Жетісу командасы үшінші голдарын соқты. Алекс Тейшера бұл жолы тағы да қорғаушылардың қателігін жақсы пайдаланды және бос қалған қақпаға дәл соққы жасады. Алекс Тейшера үшінші гол авторы. Екінші таймда жанкүйерлердің барлығы дерлік қонақтардан, яғни Қара Жейделі Астанадан гол күткен, бірақ барлығы. Бірақ абырой болғанда бұл жерде Бақтияров бар, Болат Сарбасов өзі тепті және гол. Болат Сарбасов Жетісу командасының осы ойындағы 4-ші голын соқты. Міне команда капитаны Болатта бүгін гол соғып есепті ұлғайтты. Ал алаң қожайындары болса бүгін енді 3 ұпайға қол жеткізуге жақын. Қазір қайтыла көрсетуде. Болат тепкен доп орта жолда Карпюкқа тиген және қақпаға еніп кетті. Рикошет болды. Өздеріне сене бастайды, сондықтан барлығы күрт өзгереді және алыстан бақтаған соққы және гол. 5-0. 5-0 бұл Бақтияр Нұрғанат. Қарсылас қателігін жақсы пайдаланды Нұрғанат Бақтияр. Хади Ахмади пас керек және гол соғылды. Міне, елордалық команда осы ойындағы әзірге алғашқы голдарын соқты. Алғашқы бір әзірге жалғыз голдарын соқты. 5-1. Өте әдемі шабуыл ұйымдасқан Евгений Кошкин мүлт кетпеді. Есепті қысқартты. Өте жақсы шабуыл. Хади Ахмади бастап берген және айбалаңындағы Евгений Кошкин сәтті соққы шалынды.
Daniel Karpik baqtagan so'qqi gol so'g'ildi. Esep 5-2. Asal komandasi o'z o'yindagi ikkinchi gollarni so'qdi.